ел бүгін менің батыр ұлым деп, Айдын аға ерлігін айтады ұрпақ күлім деп. Айдын Айымбетов 2015 жылы Союз тымы 18 мың ғарыш кемесімен ұшты. Қазақ ұлтының 3-ші азаматы ол ғарышқа 10 тәулікке жуық уақыт болып туған еліне қайтып оралды. Айдын Айымбетов ғарышқа ұшу кезінде бір қатар сынақ жүргізді. Тоқтар Талғат Айдынның жолын айлап жалғаймыз, орбитасын ай күнін айналып біз самғаймыз. Халқым үшін Айдынды ұзақ күткен арманы қарсап көк Айдынды ғарышты елін шарлады. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазан күні Союз тымы 13 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан. Қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Тоқтар бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Тоқтар Талғат Айдынның жолына ғана жалғаймыз, орбитасы ай күнін айналып біз самғаймыз. Талғат Мұстапаев 1994 жылы ғарышқа бір рет шыққан. Союз тымы 9 ғарыш кемесімен ұшты. Талғат Мұстапаев 2-ші рет ғарышқа ұшқанда Союз тымы 27 ғарыш кемесімен ұшты. Ғарышта тамақ іше білу қажет. Ғарышта аузыңды жаппай не сөйлеп жатсаң, нан қоқындары аузынан шығып мұрын жақта қалқып жүреді. 12 сәуір ғарышкерлер күні. Әр ғарышкердің ғарышқа ұшып жерге қайта оралған күндері ерекше күн болмақ.